Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінің 4-ші сыныбының 45-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамыздан сендер подписация етіп қойсаңдар, математика мен қазақ тілінің жауаптарын оқи аласыңдар. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз нәтиже сабақ өтетін боламыз. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу: монологты мұқият тыңда. Күй қадірін кім білген? Тыңдадым, ұққан сияқтымын. Бірақ көкірегіме құя алмадым. Домбыра қонбай қойды маған. Не істемеді дейсіз? Қай пернеден соң қай пернені басу керегін, қай тұста неше рет қағу қажетін жаттап та көрдім. Бір жаттайсың, екі жаттайсың, қашанғы жаттай бересің. Басыма шелпек жастап, қойныма домбыра алып ұйықтап та көрдім. Менің түсіме домбыра да, шелпек те кірмеді. Әйтеуір сол күні өзіме домбырашылық өнердің ешқашан дарымайтынына нық сеніп ояндым. Мұхтар Мағауин. Келесі бізде балалар осы жаттығудың астында тапсырмалар бар. Бірінші, сұрақтарға жауап бер дейді. Автор не тыңдады? Домбырашы болу үшін не істеді? Қалай ойлайсың? Ол домбырашылық өнерді таңдады ма? Таңдамаса, неліктен таңдамады? Ойыңды дәлелдеу үшін керек сөз тіркесін таңда. Талантты болу керек, жаттығу керек. Келесі, ойыңды дәлелдеп жаз, жазғаныңды парталасыңа оқып бер. Оның жазған жұмысына пікіріңді білдір, қате кездесті ме, оны қалай түзетуге болады дейді. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ бізде: автор не тыңдады? Автор күй тыңдады, иә? Келесі, екінші, домбырашы болу үшін не істеді? Домбырашы болу үшін қай пернеден кейін қай пернені басу керектігін, қай тұста неше рет қағу қажеттігін жаттаған. Үшінші сұрақ бізде: қалай ойлайсың, ол домбырашылық өнерді таңдады ма? Таңдамаса, неліктен таңдамады? Меніңше, ол домбырашылық өнерді таңдаған жоқ. Себебі бұл домбырашылық өнердің оның бойында жоқ екендігін түсінді. Келесі, ойыңды дәлелдеу үшін керек сөз тіркесін таңда дейді. Талантты болу керек, жаттығу керек. Және де ойыңды дәлелдеп жаз, жазғаныңды парталасыңа оқып бер. Оның жазған жұмысына пікіріңді білдір, қате кездесіме оны қалай түзетуге болады дейді. Яғни балалар, бұл жерде немесе талантты болу керек, немесе жаттығу керек деген сөз тіркесінің бірін таңдап, біз өзіміздің ойымызды жеткізуіміз керек. Мысалы балалар, менің ойымша адам талантты болу керек, бірақ ол өз талантын аша білетін өнерді таңдау керек деп ойлаймын. Ол өзі бірден талантты болып кетеді деген пікір жоқ. Осылай балалар, өздеріңнің пікірлеріңді білдірсеңдер болады. Келесі бізде екінші жаттығу: жоғарыдағы мәтіннен сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз дейді. Мысалы, кім нені қайткен деген сұрақтарға жауап беретін дәл осындай сызбаға сәйкес сөйлем тауып жазуымыз керек, құрап жазуымыз керек. Келесі, не кімге не істеді? Осы сызбамен біз сөйлем құрауымыз керек. Келесі, сөйлем мүшелеріне талда, қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт дейді. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сыз. Төмендегі сөйлем түрлерінің айырмашылығы неде? Ойыңды дәлелде дейді. Яғни балалар, бізде жай сөйлем және құрмалас сөйлем деген екі түрлі сөйлемнің түрлері берілген екен, иә? Оның айырмашылықтарын одан кейін айтуымыз керек екен. Бірінші біз сызба бойынша сөйлемдер құрап алайық, иә? Кім нені қайткен? Ол пернелерді басуды жаттаған. Не істеген? Басуды жаттаған. Баяндауыш болып тұр, иә? Екі сызықпен сызамыз. Басуды жаттаған. Нені басуды жаттаған? Пернелерді басуды жаттаған. Бұл бізде толықтауыш, иә? Оны біз сызық қылып сызамыз. Келесі, кім пернелерді басуды жаттаған? Бұл бізде бастауыш, иә? Бір сызықпен сызылады. Келесі, оған домбырашылық қонбады. Бұл бізде балалар не кімге не істеді деген сұрақпен келеді, иә? Кімге не істеді немесе. Оған домбырашылық қонбады. Не істеді? Қонбады. Баяндауыш, иә? Екі сызықпен сызылады. Не қонбады? Домбырашылық қонбады. Бұл бізде бастауыш. Кімге қонбады? Оған қонбады. Бұл бізде толықтауыш екен, иә балалар?
Енді қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт дейді. Балалар, бұл жерде балалар бізде басуды жаттаған деген сөз бізде күрделі мүше болып саналады, иә? Етістіктен жасалып тұр, иә? Басуды жаттаған. Екі сөзден жасалып тұр, иә, балалар? Келесі, төмендегі сөйлем түрлерінің айырмашылығы неде? Ойыңды дәлелде дейді. Яғни балалар, жай сөйлем дегеніміз бізде бір немесе бірнеше сөзбен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем екен. Ал құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін мағыналық жағынан өзара байланысты бір тұтас сөйлем екен. Олардың айырмашылықтары, яғни балалар, жай сөйлем жеке бір ойды білдірсе, құрмалас сөйлем күрделі ойды білдіреді екен, иә балалар? Келесі үшінші жаттығу, мәтіннен сызбаға сәйкес бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тап дейді. Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден өзгешелігі неде? Анықтамалықтан сұраққа жауап болатын мәлімет жина. Яғни балалар, мына жерде көріп тұрғандарыңдай бізге сызба берілген, иә? Осы сызбаға сәйкес келетін бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тауып жазуымыз керек. Бұл бізде мынандай сөйлем екен. Менің түсіме домбыра да, шелпек те кірмеді. Не істемеді? Кірмеді. Не кірмеді? Шелпек кірмеді. Домбыра кірмеді. Не кірмеді? Түсіме. Неге? Менің түсіме. Кімнің түсіне, яғни, иә, балалар? Яғни балалар, бұл жерде бізде домбыра да, шелпек те деген бізде бірыңғай мүшеге жатады екен, иә, балалар? Енді бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден өзгешелігі неде дейді? Енді балалар, сөйлемнің бірыңғай мүшелері сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беретін, көбінесе бір тұлғада бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы екен, иә? Сөйлемнің барлық мүшелері де сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады екен. Мысалы, балалар, менің үлкен атам ақ сақалды, қой көзді, толықша келген кісі. Бұл жерде балалар, яғни бірыңғай анықтауыш болып тұр, яғни ақ сақалды қандай, қой көзді қандай, толықша қандай. Яғни барлығы бірыңғай толықтауыш болып тұр, балалар? Яғни анықтауыш болып тұр. Анықтауыштың сұрақтарына жауап беріп тұр екен, иә? Ал күрделі мүше дегеніміз екі не одан да көп сөзден жасалған сөйлем мүшесі екен. Мысалы, оқушылар мұғалімнің айтқанын мұқият тыңдап отыр. Бұл жерде балалар, күрделі мүше тыңдап отыр деген сөз екен, иә? Тыңдап отыр дегеніміз бізде етістіктен жасалған күрделі мүше екен. Яғни тыңдап отыр деген бізде екі сөзден жасалғандықтан бізде күрделі мүше болып тұр екен, иә, балалар? Келесі бізде төртінші жаттығу, мақаланы оқып бөліктерін қалпына келтір дейді. Қала орталығында орналасқан өлкетану мұражайы қазіргі заманның талабына сай безендірілген. Мұражайда өте көп тарихи жәдігер сақталған. Мұражай қызметкері әр жәдігердің ерекшелігіне тоқталып, қызық ақпараттар берді. Әсіресе алтын адам туралы ақпараты балаларды ерекше қызықтырды. Туған табиғатымызды түрлі аң-құстың қатырылған бейнесін кәдімгі тірі аң-құстардан ажырату қиынға соқты. Үстіміздегі жылдың 19 қарашасында 4А сынып оқушылары өлкетану мұражайына барды. Балалар мұражайдан көңілді қайтты. Әр қайсысы өз көргендерімен бөлісуге асықты. Балалар, яғни бізге мәтін беріліп тұр, иә? Осы мәтінді біз бөліктерін қалпына келтіруіміз керек екенбіз, яғни шатасып кеткен бөліктері. Келесі, мұражайға қашан кіммен барғаныңды, не көргеніңді айтып мақала жаз дейді. Жазған мақалыңды сыныптастарыңа оқып бер дейді. Бірінші, балалар, осы мақаланың бөліктерін қалпына келтіріп алайық, иә? Бірінші бізде мына үстіміздегі жылдың 19 қарашасында 4 сынып оқушылары өлкетану мұражайына барды деген бөлік бізде ең бірінші болады екен. Яғни ол бізде екінші тұр екен, иә? Ал қала орталығында дегеннен бастап соқты деген, яғни бірінші тұрған жол, яғни бірінші тұрған қала орталығында дегеннен басталатын соқты деген жерге дейін бізде екінші болып келеді екен, яғни екінші абзацқа тұрады екен. Ал балалар мұражайдан көңілді қайтты деген ол бізде
дәл орнында тұр екен, иә балалар? Яғни 1 мен 2-нің орны ауысып кеткен екен. Келесі біздегі балалар енді мұражайға қашан кіммен барғаныңды, не көргеніңді айтып мақала жаз дейді. Енді бізге өзімізге осы сияқты мақала жазуымыз керекпіз. Мен кеше Қазақстанның мемлекеттік орталық музейіне бардым. Мен ол жерге жалғыз барған жоқпын. Мен анаммен бардым. Бұл орталық Азиядағы байырғы әрі ең ірі мұражайлардың бірі. Ол жерден Қазақстанның ежелгі дәуірінен бастап қазіргі күніне дейінгі терең тарихынан сыр шертетін 200 мыңнан астам жәдігерлік бұйымдарын көрдік. Мұражайдың археология қорындағы сирек кездесетін экспонаттар ежелгі обалар мен көмбелер табылған қола, күміс, алтын бұйымдардың жасалу мәнері ерте дәуірдегі бабаларымыздың эстетикалық талғамын көрсетеді. Мұражай қоры тәуелсіз Қазақстанның саяси және әлеуметтік экономикалық өміріне қатысты жәдігерлер, ұлттық валюта үлгілері, жаңа марка түрлері, ғарышкерлер мен ғарыштану ғылымына қатысты тың материалдар соңғы кездегі ұлттық қолөнер туындыларымен толықтырылғанын байқадық. Балалар, осылай өздеріңнің қалай музейге немесе мұражайға барғандарың туралы жазсаңдар болады, иә балалар? Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетіңдер. Біздің арнамыздан сондай-ақ балалар қазақ тіліне басқа математика сабақтарының толық жауаптарын тауып, өздерің сабақтарыңды тегін оқып қарай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше балалар сау саламатта болыңдар.